Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда сіздердің сұрауларыңыз бойынша пинетки бусинкамен тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге жіп, крючок, қайшы және де маркер қажет болады. Менде ярнар джинс 50 грамда 160 метр, 55% хлопок және де 45% полиакрил. Және біздерге осындай пинеткенің табаны қажет болады. Пинеткенің табанын тоқылу мен каналымда бар, сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Менің пинеткемнің табанының размері 10 сантиметр. Табанның екеуін бірге тоқып алыңыздар, сонан кейін пинеткеді тоқуды бастаймыз. Мен бір пинеткенің бір парсын тоқып алдым. Енді сіздермен екінші парсын тоқып көрсететін боламын. Достар, сіздерді Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңызда Алла Тағала қабыл етсін, сауаптан жатсын деп тілеймін. Менің каналымның дамуы үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Пинеткенің табанын тоқып алғаннан кейін, осы оң бетін осылай өзімізге қаратып аламыз. Онан кейін крючогымызды сол бетінен теріс бетінен кіргізіп, оң бетіне шығарамыз. Оң бетінен теріс бетіне қарай шығарамыз. Енді жібімізді крючокқа ілеміз да, осы жерден өткіземіз. Өткізіп, бір воздушный петля тоқимыз. Тағы да бір воздушный петля тоқимыз. Енді крючокқа жібімізді іліп аламыз да, крючогымызға жіпті іліп алып, теріс бетінен крючогымызды кіргізіп, оң бетіне шығарамыз. Келесі петляның оң бетінен сол бетіне қарай шығарамыз. Мына жіпті іле кетеміз өзімізге, жасырып кету үшін. Онан кейін жібімізді іліп, осы екі жерден өткізіп шығарамыз. Крючокта бізде 3 петля, жіпті крючокқа іліп, осы 3 петлядан өткіземіз. Яғни біздер полустолбик накидін тоқып жатырмыз. Онан кейін тағы да жібімізді крючокқа ілеміз. Келесі петляға сол бетінен оң бетіне қарай шығарамыз крючогымызды. Онан кейінгі петляның оң бетінен сол бетіне қарай шығарамыз. Жібімізді іліп аламыз да, осы жерден өткіземіз. Крючокта бізде 3 петля, яғни 3 накид. Жібімізді крючокқа ілеміз да, осы 3 петлядан өткіземіз. Яғни біздер полустолбик накидін тоқып жатырмыз. Бұл әдісті біз пинетке клубниканы тоқылған кезде қолданған болатымыз. Пинетке клубниканы сілтемесін описанияға қалдыратын боламын. Тағы да ары қарай тоқимыз. Крючокқа жіпті ілеміз да, келесі петляны сол бетінен оң бетіне қарай кіргізіп шығарамыз крючогымызды. Онан кейінгі петляға крючогымызды оң бетінен сол бетіне қарай кіргіземіз. Жібімізді іліп шығарамыз да, крючокта 3 петля бізде, жіпті іліп, осы 3 петлядан өткіземіз. Біздер жанына қарай өтіп жатырмыз, яғни біздер пинеткеді тоқу үшін осылай жанына қарай, жоғары қарай көтеріп тоқимыз. Ары қарай тоқимыз тағы да. Жібімізді крючокқа ілеміз, теріс бетінен оң бетіне қарай шығарамыз. Онан кейінгі петляға оң бетінен сол бетіне қарай шығарамыз. Жіпті ілеміз да, осы жерден өткіземіз. Келесіде, мына жерде ұстап көрсетіп тұрайын. Енді жіпті крючокқа іліп, осы 3 петляны өткіземіз. Яғни біздер мына петлядан өткіздік қой, осы петлядан оң бетіне қарай өткіздік. Енді біздер сол бетіне өткіземіз бұл петляны. Сол бетінен оң бетіне қарай өткіздік. Онан кейінгі петляны оң бетінен сол бетіне қарай өткіздік.
Онан кейін тоққан кезде осы петляның сол бетінен оң бетіне қарай өткіземіз. Мінекей, оң бетінен өткізіп жатырмыз бұл петляны, келесі петляны. Мінекей, мына жерде оң бетінен өткіздік. Енді осы петляның сол бетінен өткіземіз. Онан кейінгі петляның оң бетінен өткіземіз. Мінекей, осылайша полустолбик с накидом тоқып шығамыз. Айналдыра өзіміз тоқып шығайық. Осылайша тоқимыз. Әр петляға осылайша тоқимыз. Өзіміз айналдыра тоқып шығайық. Мінекей, мен қатар тоқып алдым. Онан кейін келесі қатар тоқу үшін біздер мына ортасынан 10 петляны белгілеп аламыз. Бұл жерде бізде 10 петля. Екі маркерді қосқан кезде 10 петляны белгілеп аламыз. Онан кейін келесі қатар тоқимыз. Бір воздушный петля, тағы 3 петля тоқимыз. 3 петля. Онан кейін 2 петляны тастаймыз да 3 петляға столбик без накида тоқимыз. Тағы 3 воздушный петля. 2 петляны тастап 3 петляға столбик без накида тоқимыз. 3 воздушный петля. 2 петляны тастап 3 петляға столбик без накида тоқимыз. Мінекей, осылайша маркерге дейін тоқып шығамыз. Кеден тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей, маркерге дейін тоқып алдым. Маркерді алып тастай берсек болады. Сегіз воздушный петля. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді маркерді алып тастаймыз да. Маркерден кейін столбик без накида тоқимыз. Маркерді алып тастай берсек болады. Ары қарай тура мына жақтағыдай тоқимыз. Яғни 3 воздушный петля. 2 петляны тастап 3 петляға столбик без накида. 3 воздушный петля. 2 петляны тастап 3 петляға столбик без накида. Мінекей, солайша қатарды тоқып шығамыз аяқтап. Өзіміз тоқып шығайық. Бірінші петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз. Енді біріктіру арқылы ортасына келуіміз қажет. Яғни бірінші петляға біріктіреміз. Екінші петляға біріктіреміз. Мінекей, осылайша ортаға келдік. Бір столбик, онан кейін 3 воздушный петля. Енді аркаға, 3 воздушный петля аркаға столбик без накида тоқимыз. Онан кейін 3 воздушный петля аркаға столбик без накида. 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 Енді біздерге мынадай бусинка қажет болады. Мана сабақта қолданылатын құралдар деген кезде мен айтпаппын мен. Осындай бусинкалар қажет болады. Енді бусинканы жалғаймыз. Ол үшін бусинканы осылай аламыз да крючогымызға ілеміз. Онан кейін осы жіпті ортасына өткіземіз.
Содан кейін осылай біріктіреміз. Бір петляны тастап, екінші петляға столбик без накида тоқимыз. Онан кейінгі петляға да столбик без накида тоқимыз. Онан кейін тағы да бусинкамызды алып, крючокқа кіргіземіз. Онан кейін жіпті осы жерден өткіземіз. Біріктіреміз. Тағы да бір столбик тастап, келесі столбикке, келесі петляға, то есть кешіріңіздер, столбик без накида, онан кейін тағы да столбик без накида тоқимыз. Осылайша тоқимыз. Онан кейін тағы да бусинкамызды аламыз. Осылай біріктіріп, мына жағына мінекей, мына арқаға уже столбик без накида тоқимыз. Осылайша тоқимыз. Онан кейін 3 воздушный петля, келесі арқаға столбик без накида. 3 воздушный петля, келесі арқаға столбик без накида. Осылайша қатарды аяқтап шығамыз. Осылай тоқимыз қатарды аяқтап. Өзіміз тоқып шығайық. Біз соңғы арқаны тоқиын деп жатырмыз. Оны бір воздушный петля, крючокқа жіпті ілеміз да, арқадан өткізіп, полустолбик тоқимыз. Осылайша. Бізде бір арқа болып есептеледі. Енді бір столбик без накида, онан кейін 3 воздушный петля, арқаға столбик без накида. 3 воздушный петля, келесі 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 арқаға столбик без накида. Енді тағы да 3 воздушный петля. Мына жерде бізде столбик без накида екеу. Осы столбик без накидаға 2 столбик без накида тоқимыз. Онан кейін бізде бусинка. Осы бусинкаға 3 воздушный петля тоқимыз. Яғни арқа жасайтын боламыз. Онан кейін столбик без накидаға 2 столбик без накида. Тағы да үшінші бусинкаға 3 воздушный петля, келесі мына жердегі арқаға столбик без накида. Осылайша ары қарай туры мына жақтағыдай арка тоқып шығамыз, яғни 3 воздушный петля, столбик без накида. Осылайша қатарды аяқтап тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Қатарды 1 воздушный петля, полустолбикпен аяқтаймыз. Осылайша. Енді ары қарай тоқимыз. Ары қарай тоқу үшін біздер
не бізде бусинка, оның жоғары жағында арка бар. Сонан кейінгі аркаға маркер қадаймыз. Онан кейін мына жағында бусинка бар, оның үстінде арка бар. Сон жағындағы аркаға маркер қадаймыз. Яғни осы жерге дейін біздер тоқимыз. Яғни арка тоқимыз. Ары қарай 3 воздушный петля. Столбик без накида аркаға. 3 воздушный петля. Келесі аркаға столбик без накида. Не осылайша мына маркерге дейін тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неке маркерге дейін тоқып алдық. Енді маркерді алып тастай берсек болады. Енді мына шетке бусинка саламыз. Бусинканы аламыз да крючогымызға кіргізіп жіптелеміз да шығарамыз. Біріктіреміз. Онан кейін мына аркаға 2 столбик без накида тоқимыз. Онан кейін тағы да бусинкамызды аламыз. Жіптен шығарамыз. Біріктіреміз. Келесі аркаға 2 столбик без накида тоқимыз. Онан кейін тағы да бусинаны аламыз. Біріктіреміз. Келесі аркаға 2 столбик без накида. Онан кейін тағы да бусинаны аламыз да. Біріктіреміз. Аркаға столбик без накида тоқимыз. Ары қарай 3 воздушный петля. Келесі аркаға столбик без накида. Ары қарай арка тоқып шығамыз мына жерге дейін. Қатарды аяқтап шығамыз. Мына маркерді алып тастай берсек болады. Өзіміз арка тоқып шығайық. Қатарды тоқып алғаннан кейін 1 столбик, 2 воздушный петля, аркаға столбик без накида, 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 2 воздушный петля, аркаға столбик без накида. Енді бізде бусинка тұрған жерге, осы жерге 3 воздушный петля тоқимыз. Онан кейін 2 столбик без накидаға 2 столбик без накида тоқимыз. 3 воздушный петля тоқимыз. Онан кейін 2 столбик без накида. 3 воздушный петля, 2 столбик без накида. 1, 2. 3 воздушный петля. Келесі аркаға столбик без накида. Ары қарай 2 столбик, 2 воздушный петля, столбик без накида, 2 воздушный петля, столбик без накида. Міне осылайша қатарды аяқтап тоқып шығамыз. Неге қатарды тоқып алдық? Енді 1 столбик, онан кейін аркаға 2 столбик без накидадан тоқимыз. Столбик без накидаға столбик без накида, аркаға 2 столбик без накида.
столбик без накидағы столбик без накида, аркаға 2 столбик без накида. Арка столбик без накидаға столбик без накида, аркаға 2 столбик без накида. Столбик без накида, 2 столбик без накида. Столбик без накида, 2 столбик без накида. Столбик без накида. Онан кейін ең соңғы аркаға 1 столбик без накида тоқимыз. Онан кейін бізде аркаға 2 столбик без накида тоқимыз. Онан кейін бусинканы аламыз да, бусинканы аламыз, жібімізді өткіземіз. Осылай бусинканы өткізгеннен кейін осылай біріктіруді ұмытпаңыздар. Онан кейін аркаға 2 столбик без накида, бусинканы жалғаймыз. Шіптен өткіземіз. Біріктіреміз. Келесі аркаға 2 столбик без накида. Бусинка, соңғы бусинка. Біріктіреміз. Онан кейін мына жақтағыдай жасаймыз. Мына жерге 2 столбик без накида. Онан кейін 1 столбик без накида. Мына жақтағыдай. Ары қарай столбик без накида, аркаға 2 столбик без накида, столбик без накида, 2 столбик без накида, столбик без накида, 2 столбик без накида, столбик без накида, 2 столбик без накида. Қатарды аяқтаймыз. Келесі қатарды тоқимыз. Столбик, онан кейін әрбір петляға столбик без накида тоқимыз. Яғни мына шетке дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Мына бізде 2 столбик қой. Соны мына шетіне дейін столбик без накида әр петляға тоқып шығамыз. Әр петляға 1 столбик без накидадан тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неке тоқып алдық. Енді 3 воздушный петля. Алдын қатарда 2 столбик без накида бар. Сол 2 столбик без накидаға 2 столбик без накида тоқимыз. 3 воздушный петля. Наштегі 2 столбикке 2 столбик тоқимыз. Осылайша тоқимыз. Онан кейін 3 воздушный петля тоқимыз да. Столбик без накида. Ары қарай столбик без накида тоқып шығамыз.
столбик без накиді, әр петля столбик без накиді тоқып, қатарды аяқтаймыз. Өзіміз тоқып шығайық. Қатарды аяқтап тоқып шықтық. Енді келесі қатарды тоқимыз. Столбик без накиді, әр петляға столбик без накиді тоқимыз. Соңғы екі петляны біріктіріп тоқимыз. Столбик без накидіді соңғы екі петляға дейін тоқып шығамыз. Әр петляға бір столбик без накидіден тоқимыз. Мінекей, осылайша тоқимыз. Соңғы екі петляға дейін. Соңғы екі петляға келдік. Енді жіпті ілемізді, тоқымаймыз. Жіпті ілемізді, тоқымаймыз. Крючокта 3 петля. Осы 3 петляның барлығын тоқу арқылы 2 петляны біздер біріктірдік. 1 петля қылдық. Енді келесі бізде арка. Осы аркаға 2 столбик без накиді тоқимыз. Онан кейін 2 столбик без накиданы біріктіру арқылы 1 петля жасаймыз. Яғни біріктіреміз. Онан кейін аркаға 2 столбик без накиді. Онан кейін 2 столбик без накиданы біріктіру арқылы 1 петля жасаймыз. Онан кейін аркаға 2 столбик без накиді. Онан кейін 2 петляны біріктіру арқылы 1 петля жасаймыз. Онан кейін арқарай қатарды аяқтайым дегенше әрбір петляға 1 столбик без накиданы тоқып шығамыз. Солайша қатарды аяқтаймыз. Өзіміз тоқып шығайық. Қатар тоқып алғаннан кейін келесі қатарды тоқимыз. 1 столбик, онан кейін бусинканы аламыз да крючогымызға кіргізіп, жіпті ортасынан өткіземіз. Біріктіреміз. Менің бусинкам 2 петляның көлемінде. Егер сіздерде кішкентай бусинка болса, ондаша көлеміне қарай пропускать етесіздер петляны. Менде 2 петляның көлемінде бусинка, сондықтан мен 2 петляны пропускать етемін. Онан кейін келесі петляға столбик без накиді. Онан кейін бусинканы жалғаймыз. Біріктіреміз. Осылай біріктіруді ұмытып кетпеңіздер. Онан кейін 2 петляны тастаймыз да келесі петля столбик без накиді. Бусинканы жалғап аламыз. Біріктіреміз да 2 петляны тастап, 3-ші петляға столбик без накиді. Осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Қатарды аяқтап тоқып шықтық. Енді 3 воздушный петля. Онан кейін тағы 2 воздушный петля. Столбик без накидыға столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушный петля. Столбик без накидыға столбик с накидом. 2 воздушный петля. Столбик без накида, столбик с накидом. 2 воздушные петля,
столбик снайкетім. 2 воздушный петля, столбик снайкетім. Міне осылайша қатарды тоқып шығамыз. Қатарды аяқтаған кезде 3-ші воздушный петлямен біріктіріп аяқтаймыз. Өзіміз тоқып біріктіріп қатарды аяқтап шығайық. Неке қатарды тоқып алдық. Енді бір столбик бусинканы аламыз да өткіземіз. Мына қатардағыдай тоқимыз. Столбик с накидымға столбик без накиді тоқимыз. Онан кейін бусинканы алып жіпті ортасына өткіземіз да столбик без накиді тоқимыз. Онан кейін бусинканы алып біріктіріп столбик без накиді тоқимыз. Міне осылайша қатарды тоқып шығамыз және де аяқтаймыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неке мен тоқып алдым барлығын. Енді пинеткидің табанына обвязка жасаймыз. Ол үшін рача шаппен обвязка жасайтын боламыз. Пинеткиді осылай аламыз. Крючогымызды петляға кіргіземіз да жібімізді ілеміз. Столбик без накиді. Біріктіріп аламыз осылай жібімізді. Онан кейін біздер обычно тоққан кезде алдыңғы жаққа қарай тоқитын едік. Енді рача шаппен тоқу үшін біздер артқа қарай тоқимыз. Яғни крючокты артқы петляға кіргіземіз. Осылай артқы петляға кіргіземіз да жіпті ілеміз. Крючокта міне 2 петля, жіпке крючокты қайтадан ілеміз да осы 2 петлядан өткіземіз. Осылайша тоқимыз. Яғни рача шап дегеніміз крючокты артқы петляға кіргізу арқылы тоқу. Осылайша тоқып шығамыз. Менің басқа да мастер-класстарымды көрген болсаңыздар, осы обвязканы көп бұйымдарда қолданамын. Әдемі көрінеді осы обвязкамен жасасаңыздар. Осылайша тоқып шығамыз. Крючогымызды артқы петляға кіргіземіз. Жіпті ілеміз да шығарамыз. Крючокта 2 петля, жіпті іліп осы 2 петлядан өткіземіз. Осылайша тоқимыз. Осылайша айналдыра обвязка жасап шығамыз. Өзіміз жасап шығайық обвязканы. Неке мен обвязка жасап шықтым, және де шнурочек тоқыдым. Яғни 70 воздушный петлядан тоқып, екі шетіне бусинканы жалғап қойдым. Бусинка жалғадым. Осылайша тоқыдық. Екінші парысында тура осылай тоқисыздар. Біздің пинеткеміз дайын. Достар, мастер-класс ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Сіздердің әрбір жазған комментарияларыңызды оқимын. Сұрақтарыңызға әрқашан жауап беремін. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Өйткені келесі сабағымызда тек менің оқырмандарым үшін осындай тақия тоқып үйренетін боламыз. Доступ тек менің оқырмандарыма болады. Сондықтан осындай тақияның мастер-классын жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Және де
алдағы уақытта қандай мастер-класстар көргілеріңіз келеді, соны да пікірге қалдыра кетіңіздер. Мүмкіндігінше сіздердің сұрауларыңыз бойынша мастер-класстар түсіретін боламын. Келесі сабағымызда, яғни тақия мастер-классында жолыққанша сау болыңыздар.